Саламатсыздар ма, құрметті мұғалімдер? Бүгін біз сіздермен бөлім бойынша жиынтық бағалауды қалай құру керек, қысқа нұсқа жолдармен таныстыратын боламын. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсынысты аламыз, жақсылап оқып танысып шығамыз, міндетті түрде танысыңыздар. Одан кейін бірінші тоқсанға көңіл бөлеміз. Бүгін мен бірінші тоқсандағы бірінші бөлім бойынша жұмыс жасаймыз. А бөлімі 2 таңбалы сандарды бөлім бойынша жиынтық бағалау деп жазылған. Міне осы жерге бөлімше ол сол күйінде сақталады, өзгертілсіз. Оқу мақсаты ешқандай өзгермейді, сол күйінде сақтаймыз. Қандай жағдайда өзгертеді? Егер ол жерде ескерту 2 жұлдызша болған жағдайда осы оқу мақсатын өзгерте аласыз. Бағалау критерийін бұл жерде 3 мақсатқа 4 критерий қойып жіберген. Ал сіз оны жинақтап 3 мақсатқа 3 критерий қойып шықсаңыз болады. Ол сіздің шеберлігіңізге байланысты. Ойлау дағдыларының деңгейін өзгертуге болады және уақытты өзгертуге болады. Одан кейін арғы тапсырманы толық 100% өзгертіп шығасыз. Мақсатыңызға қарап өзгертіп шығасыз. Енді жоғарыда бағалау критерийі сізде 4-еу берілді ғой, бұл жерде. Міне 4-еуді тура осы жерге түсу керек, осы кестеге. Тапсырмалар түсіресіз, сол критерийге байланысты дескриптор құрасыз. Әр қадамыңызды жаза отырып, балын шығарып шығасыз. Міне, балын. Дәл осылай кестені жазасыз, сөйтіп соңында балды шығарасыз. 8 бал. Бұл жерде әдістемелікте берілген нәрсе. Енді мен бұны қалай өзгерттім? Келесі. Міне. Бөлім бойынша сол бөлімді тура сүйіп сақтайсыз. На кестені өзіңіз сызасыз. Мүмкіндік болса өзіңіз сызыңыз, өзіңіз жазыңыз. Ертең плагиаттан өткен кезде ол сізге плюс болады қайта. Оқу мақсаты 3-еу, мені қараңыз, 3-еу ма? Бағалау критерийін мен ол жерде 4-еу дедім ба, мен мені 3-еу қойып жинақтап шықтым. 3 бағалау критерийін қойып шықтым. Көрдіңіз ба? Одан кейін дағдыны, одан кейін минут, ол жерде 15 болса, мен 20 минут деп алдым. Бұны өзгертуге болады себебі. 20 минуттан бірақ аспайды. 15-20 минут қой өзі. Бөлім бойынша. Сонымен тапсырмалар кетті. Тапсырмаларды орындаймыз. Енді келесі кесте. Бағалау критерийі мен 3-еу қойдым ба, тура сол 3-еуді осы жерге әкеп қоясыз. Енді мына жерде неге бос болып тұр деп ойлайсыздар ғой? Себебі ол мынау екінші критерийдің мынау тапсырмасы, 2 тапсырма бермеймін бұл жерде. Сондықтан бұл жер бос, бірақ осы мақсатпен бағалау критериймен жұмыс жасаймыз. Дескриптор мені бірінші тапсырмам бойынша мен дескриптор қадамын көрсеттім. Оқушы не істеу керек бірінші критерий бойынша. Соны көрсетіп 1 балл бердім. Көрдіңіз ба? Яғни 50 мен 59 сандар аралығында толықтырып жазып, жасыл түсімен қоршап сызады. Не істейді бала жалпы? Соны жазасыз. Дескриптор деген жол, қадам ғой. Тапсырманы қалай істеу керек бала. Соны көрсетесіз. Ал енді критерий дегеніміз оны анықтайды, орындайды деген сөздермен, етістіктермен жазылады. Келесі екінші тапсырма мені әр ашық жауапты қажет ететін, ашық тапсырмалар толық жауапты қажет ететін тапсырмалар істедім мен бұл жерде. Оны жоғарыда әдістемелікте оқысаңыздар, сол жерде қандай тапсырма істеу керек екенін сіздерге меңзеп кетеді. Міне сонымен мен келдім да 10 балл жинадым. 10 балл. Ал бізде жоғарыда 8 балл. Менде 10 балл. Себебі бөлімді жиынтық бағалауда балды өзгерте аласыз. Кемі 7 балдан 11 балға дейін. Осындай өзгеріс істеуге болады. Сіз өзіңізде осыған қарай отырып, өзіңіздің балаларыңыздың деңгейіне қарап тапсырманы құрай аласыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.